халықтың игілігін көрсін. Көп көтеріп жүрген сұрақтардың бірі, өйткені burada жаңадан көп үйлер салынған, жаңадан кісілер қоныстанған, сол кісілер көп көтеріп жүрген. Су жоқ, кейде біз шыдамаймыз ғой шамалы нәрсеге. Сол себептен қазір бұл мәселенің бәрі шешілді. Ауылға енді толық ауыз су жететін болады. Онда іске сәтті қосамыз ба? Қосыңыз аға, сіз енді үлкен шығар, өзіңіз. Қосыңыз. Халықтың игілігіне пайдаланатын шаруа болсын. Облыс әкіміне сізге үлкен алғысымды халықтың атынан білдіремін мен. Қол ұшын беріп тұрмын сізге. Бүгін міне қосылды, ешқандай мәселе болмайды. Мемлекет басшысы, үкімет басшысы, Шамалсыздасақ бәрі болады, құда қалса. Осындай қиындықтарға қарамастан үлкен қаражат бөлініп жатыр. 272 миллион қаражат бөлініп, осы водозабор салынды. 1 миллиардтай қаражат бөлініп, ауылда 50 шақырымға жуық су жүйесі тартылды. Міне соның игілігін енді көретін боласыздар. Burada кейде біз шамалы шыдамдылық танытпаймыз да. Мына жоба жасалып кеткеннен кейін салынған үйлер бар. Мысалы, қазірден үй салынып жатыр. Бұл жоба осыдан 2 жыл бұрын жасалған. Ол кезде ол үйлер жоқ оның ішінде. Сосын айтады, "От біз қалып кеттік, біз кірмедік." Ол кейіннен салынған үйлер. Біз оны білмейміз burada. Үйді қашан салатынын, ол қай кезде бітетінін айтпесе, біз оған міндетті түрде сол жобаға кіргізіп кететін едік. Үйдің техпаспорты болмағаннан кейін ол жобаға кірмейді. Сондықтан мынарада жаңадан салынған үйлер болса, жаңадан келіп қоныстанып жатқан адамдар болса, бәрі түсінікпен қарау керек. Мердігер мекемеге біз өтініш айтып жатырмыз, материалын алып берсек, кіргізіп беріңіздер деп. Олар кіргізіп береді, бірақ барлық материалдарын алып беру керек. Сөйтіп үйге кіргізіп алу керек. Міне керемет ауылға